Ассалаумағалейкум ағайын, назарларыңызда Қазақ Ордасы. Бүгін аптадағы айшықты оқиғаларға шолу жасаймыз. Түйіні тарқамаған тақырыптарды талқылап, көрермен назарына ұсынамыз. Ендеше бастайық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 9 мамыр күні Мәскеуде өткен әскери парадта бой көрсетті. Сондай-ақ президент белгісіз жауынгер бейітіне гүл шоғын қою рәсіміне де қатысқан. Әскери шеруде Қасым-Жомарт Тоқаев және Ресей президенті Владимир Путинмен қатар Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердімұхамедов, Шавкат Мирзиёев, Никол Пашинян да болды. Мемлекет басшысының бұл сапары әлемдік қауымдастық пен қазақ қоғамы арасында да қызу талқыға түсті. Украина сыртқы істер министрлігі Мәскеудегі Қызыл алаңда өткен жеңіс парадына қатысқан ТМД елдері басшыларының әрекетіне қатысты мәлімдеме жасап, бұл дұшпандық қадам деп бағалады. Қазақстан бұл мәлімдемеге үн қатпағанмен, мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов отандастарына мән жайды түсіндірмек болды. Қошанов мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Мәскеуге сапары жайында пікір білдіріп, жағдайды саясиландырмауды сұраған. Мәжіліс төрағасының сөзінше, Ұлы Отан соғысы мен жеңіс күні біздің ортақ тарихымыз. Сондай-ақ президент Ресейге сапары кезінде өзінің азаматтық, перзенттік және президенттік міндеттерін орындады деп санайтынын жеткізді. Дана халқымыз бәлелі жерді баспа деуші еді. Әлем алдында абыройдан жұрдай болған басшымен араласамыз деп санкцияның астына қалмайық. Осы аптада Жасыл үйдегі даудың нүктесі қойылды. Қазақ қаламгерлерінің қара шаңырағы саналатын Жазушылар одағына жаңа басшы тағайындалды. 16-шы құрылтайда Ұлықбек Есдәулет Жазушылар одағын өзі басқарған 5 жыл ішіндегі атқарылған жұмыстар жөнінде есеп беріп, өзінің одақ төрағасын сайлауға түспейтінін ашық айтты. Төраға қызметінен босатылған соң көп дауыс жинаған жазушы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мереке Құлкенов Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы төрағасы болып тағайындалды. Алайда су жаңа төрағаның бір ауыз сөзі қоғамда қызу талқыға түсіп, Жазушылар одағынан шығамыз деушілердің саны көбейді. Мамырда Қазақстан Жазушылар одағының кезекті 16-шы құрылтайы өтті. Жазушылардың сеніміне сергеу түсіріп, халықты дүрсілгіндірген не сөз дейсіздер ғой? Айтайық. Жазушылар одағының жаңа төрағасы Мереке Құлкенов сөз алысымен ешқашан біздің жазушылар оппозиция болмайды деп есептеймін. Болмау керек. Өйткені оппозиция деген мемлекет басшысына қарсы болу деген сөз. Мен оған келсе алмаймын. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өнер адамдарына, ғалымдарға, жазушыларға өте ерекше көңіл бөліп отыр деген пікір айтты. Бірқатар жазушылар одақтан бас тартып, әлеуметтік желіде жазба жариялады. Бұл сөз оппозиция десе төбе шашы тік тұратындарға майдай жаққанымен қаламгер қауымның көңіліне қаяу түсірген секілді. Елордада Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бұрынғы басшысы Абылай Мырзахметов қамауға алынды. Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының мәліметінше, ол алаяқтық және пара беруге итермеледі деген күдікке ілінген. Тергеу соты Мырзахметовке қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түрінде бұлтартпау шарасын тағайындады. Тергеудің егжей-тегжейлері әлі ашылмаған, бірақ бейресми деректер бойынша 30 миллион доллар, яғни 13,3 миллиард теңге көлемінде пара алды деген күдік бар. Айта кетейік, Мырзахметов 9 жыл бойы Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы қызметін атқарған. Мырзахметов Тимур Құлыбаев Атамекен президиумы төрағасы қызметінен босатылғаннан кейін 1 айдан соң отставкаға кеткен еді. Әлем жаңалықтарына назар аударайық. Түркияда президент сайлауы өтетін уақыт жақындады. Сайлау 14 мамырға, яғни дәл бүгінге белгіленген. Билік басындағылардың бұл күнді таңдауы бекер емес. 1950 жылы дәл осы күні Түркияда алғаш рет демократиялық сайлау өткен еді. 69 жастағы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған егер осы сайлауда жеңіліп қалса, ешқандай жанжалсыз тақтан кететінін айтты. Айта кетейік, Ердоған 2014 жылдан бері мемлекет басшысы қызметін атқарып келеді. Қазіргі дерек бойынша президенттікке үміткерлердің саны
4. Ердоғанның басты қарсыласы Қылыч Дароғлу. Ардақты ағайын, осымен қазақ ордасы тілшілерінің дайындаған апталық шолуы тәмам. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағайын.